Саламатсыздар ма? Мен механика, математика факультеті есептеу ғылымдар және статистика мамандығының 3-ші курс студенті Сәдібеков Диас Қайратұлы боламын. Мен бүгін параллельді алгоритмдеу сабағында өзімнің жобамды қорғайын деп тұрмын. Менің тақырыбым іздеу және мәліметтердің абстрактілі түрлері. Жалпы жобаның кіріспесіне келетін болсақ, қазіргі ақпараттық жүйелерде өңделетін деректер көлемі өте үлкен. Сол себепті мәліметтерді тиімді сақтау, ұйымдастыру және де жылдам іздеу маңызды мәселе болып табылады. Осы міндеттерді шешу үшін мәліметтердің абстрактілі түрлері қолданылады. Мәліметтердің абстрактілі түрлері деректердің қалай сақталатыны емес, олармен қандай операциялар орындалатынын сипаттайды. Бұл бағдарламаның құрылымын түсінікті әрі икемді етеді. Іздеу алгоритмдері мәліметтердің абстрактілі түрлерімен жұмыс істеудің негізгі операцияларының бірі болып табылады. Ал деректер көлемі артқан сайын іздеу уақытын қысқарту үшін параллель есептеу тәсілдері қолданылады. Мәліметтердің абстрактілі түрлері деректер құрылымын логикалық деңгейде сипаттайды. Мысалы, массив мәліметтердің абстрактілі түрлері элементтерге индекс арқылы қол жеткізу, оқу және өзгерту сияқты операцияларды орындайды. Бұл тәсіл алгоритмдерді жобалауда жеңілдетеді және бағдарламаның қайта қолданылуын арттырады. Жалпы бізде іздеу алгоритмдерінің 3 түрі бар. Олардың бірінші сызықтық іздеу, бинарлық іздеу және параллель іздеу. Ең біріншісіне келетін болсақ, сызықтық іздеу массив элементтерін бірінен кейін бірін тексереді. Бұл алгоритмнің уақыт күрделілігін, яғни деректер саны артқан сайын іздеу уақыты да артатынын түсіндіреді. Екінші бізде бинарлық іздеу. Бинарлық іздеу тек сұрыпталған массивтерге қолданылады. Әр қадамда іздеу аймағы екіге бөлінеді. Оның уақыт күрделілігі сондықтан үлкен деректер үшін бұл өте тиімді болып саналады. Және де соңғы бізде параллель іздеу. Параллель іздеуде массив бірнеше бөлікке бөлініп, әр бөлік жеке процесс арқылы бір уақытқа өңделеді. Теориялық түрде іздеу уақыты n бөлінген π шамасына дейін қысқарады. Бұл тәсіл көп ядрол және таратылған жүйелерде жоғары өнімділік береді. Бізде келесі практикалық бөлімге келетін болсақ, бұл жерде біз MPI кодын жасаған болатынбыз. Яғни бұл кодта бізді түсіндіре кететін болсақ, ең бірінші бізде стандартты кітапханаларды енгіздік. Содан кейін біз процестер туралы ақпараттарды енгіземіз. Ағымдағы процестің номерін, параллель орындалып жатқан процестердің жалпы санын, барлық процестерді біріктіретін негізгі коммуникатор және массивтің жалпы өлшемін ізделінетін элемент барлығын бірінші енгізіп аламыз. Содан кейін толық массивті, яғни массивтерін дайындаймыз. Толық массивті және де әр процеске тиесілі элементтер санын, әр процесс өңдейтін массив бөлігін біз бірінші дайындап аламыз. Содан кейін біз мәліметтерді процестерге таратамыз. Яғни біз бұл мәліметтерді әртүрлі процестерге, бөліктерге бөліп тарататын боламыз. Және де әр процеске бөлінгенде біз локалды іздейтін боламыз. Локалды дегеніміз жалпы көлемде, глобальды түрде оны іздейтін боламыз. Және де осы әр бөлікке бөлінген локальды іздеудің нәтижелерін біз біріктіреміз келесі шақта. Біріктіріп, оның MPI ортасын аяқтаймыз. Бұл кодта жалпы менің қорытындылай келсем, біз MPI технологиясы арқылы параллель іздеу жүзеге асырылдық. Массив бірнеше бөлікке бөлініп, әр процесс өз бөлігіндегі элементті іздейді. Сөйтіп, нәтижелерді біріктіріп, нәтижесінде біз іздеу уақыты айтарлықтай қысқаратынын байқауға болады. Яғни біз бұл жобаны қорытындылай келетін болсақ, біз жоба барысында мәліметтердің абстрактілі түрлері мен іздеу алгоритмдердің өзара байланысты көрсеттік. Іздеу алгоритмін дұрыс таңдау бағдарламаның өнімділігіне тікелей әсер ететіні анықталды. Сондай-ақ біз MPI көмегімен жүзеге асырылған параллель іздеу үлкен деректермен жұмыс істеуде өте тиімді екенін дәлелдей алдық.